сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге бір өте бір керемет маймен, асқабақтың майымен өттегі тасты қалай түсіруді мен сіздерге айтамын. Көбінесе сіздерге жантақтың майы, жантақ суын айтып жатырмын, расторопшаны айтып жатырмын. Ешқайсыны көбінесе жалқаулық қыласыздар ғой демдеп ішуге. Көбінесе мына асқабақтың майын алып бұны тоқтамай 2 ай ішесіздер. Асқабақтың майы қандай май болса да, міне мысалға қауақ ұяғы, мұны осыдан асқабақтың майынан Өзбекстанда арзан деп мен 10 шақтысын әкелгем ғой. Сөйтіп кейін бір жұмыс жайда бір кісі асқабақтың майын еш таба алмай жатырмын деген ғой. Сөйтіп мен оған бір 6 ауынба беріп жүрмін. Біздің балдар ішпей сол кезде жөтелге деп неғып кетті ғой асқабақтың майын. Сонымен мен оны беріп жүргенем, осындай өтіңізде тас болса, бауырыңыз кәдімгідей, егер клеткалар дұрыс болмаса, бауырыңызда қан жақсы жүрмесе, осы майды ішіңіз деген. Жақында сол кісі хабарласып маған, вообще 2 ай тура сіз айтқандай іштім дейді. Мына асқабақтың майы жеткен жоқ, азанда кешке үлкен қасықпен іштім дейді. Сонымен дейді, кейін 2 айдан кейін өзеге түс деп айтқан ғой. Соны мен есімде де жоқ. Асқабақтың майын үйтіп ішіңіз деп айтқаным, даже асқабақтың майын бергенім де есімде жоқ. Хабарласып, мен жұмыста кезінде келіп жұмыс жайыма, менің өтімдегі тасым вообще жоқ бопты. Осы асқабақтың майының арқасында, біріншіден Құдайдың арқасы ғой деп айтып жатыр да. Енді мен сіздерге соны енді толық айтайын деп жатырмын. Қараңыздар, аптекада көбінесе телефонда реклама қылып жатады ғой, тек қана асқабақтың майы, тазасы бізде депші. Ол ондай бекер, о әңгіменің бәрі бекер. Пістенің майы дейді, мақтаның майы дейді. Ол енді барлық нәрсе, асқабақтың майы сол май болады ғой, қандай май болса да. Дұрыс па? Мысалға міне Өзбекстаннан шығып жатқан міне қауақ ұяғы деген асқабақтың майы. Мынаның дәмі де бір, мынаның дәмі де бір. Мысалға мынау қымбаты. Мен енді аптекадан қайсы туры келеді, соны мен ала берем өзім. Мынаның дәмі де бір, екеуінің. Мынада ешқандай разница жоқ. Мен мысалға Өзбекстанның ақшасымен мынау 400 теңге ғана түскен, 400 теңге ғана болған. Ал мынау қанша болды? 2450 екен мынау. 2450. Кейін тағы бір үлкенін алғам, ол да үлкендеу еді. Үлкендеу болған екен, ол 6000 теңге еді. Енді қараңыздар, ол қанша реклама қылып жатыр, ананы іш, мынаны іш, ол жақсы емес, менден ал деп айтады ғой. Оның бәрі бекер. Тек қана алып, қандай не алсаңыздар да ниет қылып ішіңіздер. Енді бұл қандай? Асқабақтың біріншіден неге пайда? Біріншіден асқазанда жара болса, жара болса, гастрит дейміз, гастрит болса, эрозия болса, ішек жолдары жақсы жұмыс істемесе, кейін ең несі керектісі, асқазан ішек жолдарында құрт болса, соларға ең жақсы көмек. Содан соң бол бар ғой, мен сіздерге айтайын, ең керекті көмекті бірінші бауырға береді. Бауырды сондай жылтыратып береді. 2 ай тоқтамай ішіңіздер. Азанда кешке аш қарынға обязательно солай ішіледі, аш қарынға. Мынау мысалға мен 10 шақты алдым дедім ғой. 6-ауын ана кісіге берген болсам, 4-еуі қалған. 4-еуі қалғаннан кейін бұны уже мен бітіргем. Қараңыздар, қалай ішіледі бұл. Мен сіздерге көрсетіп беремін. Азанда аш қарынға, азанда тұрасыздар да, иләжі болса міне үлкен кісілер. Үлкен кісілер дәл осындай үлкендеу қасық болған дұрыс. Аласыздар да аш қарынға. Сразым. Енді менде қазір мынаусы негізі пипеткалық. Көбінесе бұндайды пипеткасы барыны балдарға жөтелге аузына тамызып неғылу үшін, бойды өсіру үшін да ішеді бұны. 1-2 тамшы асқабақ майы, 2 тамшы лимон қышқылы қылып. Енді сіздерге айтайын, бұл жаңағы айтқан кісім, ол өтінде өте үлкен тас болған дейді. Үлкенде тас болған дейді. Сол 2 ай тоқтатпай ниет қылып ішіп едім дейді. До того операцияға деп айтқан тасы дейді, вообще жоқ болған. Үзеге барсам дейді, таң қалды ғой дейді.
тура сол үзүйгө биринчи таанымайтын үзүйгө барган эдим. Өтүңүз өтө таптаза, керемет деп айтты дейт. Сүйтүп кийин дейди, тагы су түшкөн, эң соңу түшкөн үзүйүмө барып түшсөм дейди. Сиз мяган өтүңүздө тас бар деп айткан эдиңиз го десем, билмедим, өтүңүз таптаза ғой деп айтат дейт. Караңыздар, енді қалай ішуді мен сізге көрсетейін. Тура осылай аласыздар. Илажы міне бүйтіп қозғап аласыздар бірінші. Қандай дәрі ішсеңіздер де, мынау сироп болсын, басқа болсын, раствор болсын, обязательно қозғаңыздар. Мына майда сондай, мына майда сондай. Тура осындай. Қараңыздар. Аш қарынға ішесіздер. Тура осылай қылып. Азанда аш қарынға, кешкі аш қарынға жатар кезге. Бауырларыңыз өте керемет, циркуляцияны жақсы жұмыс жасайды. Жақсы жұмыс жасағандан кейін, бауыр жақсы жұмыс жасаса, өттегі таста жақсы, өтке ешқандай тас болмайды. Өттегі тасты жаймен деп ерітеді. Сосын асқазан, гастрит, барлығына өте жақсы көмектеседі. Ал ем болсын. Құдай қаласа, ем болып кетсін. Жаңағы майымызды өтінде тасы бар кісіге берейін деп отырмын. Ал ем болсын. Құдай қаласа 2 ай азанда кешке ішіп, өтіңіздегі тастан Құдай қаласа